Ақпарат көзінің сенімділігіне көз жеткізу жолдары. Әр оқушы үшін ұстаз, бәрін білетін ең ақылды адам. Сол атқа лайық болуы үшін мұғалім көп білуге тырысады. Ақпаратты интернеттен де іздейді. Интернет бәрін біледі. Бірақ ондағы барлық мәлімет ақиқат болмауы мүмкін. Сол үшін әр мұғалімде ақпараттың дерек көзін тексере алатын қабілет болғаны жөн. Дерек көзін сенімді екеніне қалай көз жеткізуге болады? Бірнеше мысал арқылы түсіндіреміз. Бірінші мысал. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жолдауда ең төменгі жалақыны 2022 жылы 60 мың теңгеге дейін көтеруді тапсырды деп хабарлайды LS. Мұндағы бірінші дерек көз LS. Бұл ақпарат агенттігі. Логикаға салсақ, LS-тің жаңалығына сенуге болады, бірақ кейде адами фактор болып қателесуі де мүмкін. LS негізгі дерек көзі Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа сілтеп тұр. Жаңалық мәтінін толық оқып шығыңыз. Бұл жаңалықты шынымен президенттің айтқанына көз жеткізу үшін осы деректі жолдаудың мәтінінен іздеп көріңіз. Жолдауды ресми дерек көз деп есептеуге болады. Екінші мысал. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, COVID-19 вирусы су арқылы таралмайды, жүзу кезінде жұқпайды. Мұнда дерек көз Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Деректің рас өтірігін ұйымның ресми сайтына кіріп анықтауға болады. Үшінші мысал. 2021 жылдың соңында тұрғын үй бағасы өсуі мүмкін. Бұл туралы экономист Айбар Нұржол айтты. Бұл жаңалықтың негізгі көзі экономист Айбар Нұржол. Бұл оның жай пікірі де болуы мүмкін. Сондықтан жаңалықты бөліскенде экономистің болжамы екенін ескерген жөн.